Ассалаумағалейкум Шоқбай Сары көрермендері. Міне Түркістанға Мұрат ағамыздың шаруасына келіп қалдық. Ассалаумағалейкум Мұрат аға. Қош келдіңдер. Рахмет, күтіп алып жатсыздар. Міне керемет саулықтар, қошқарлар бар екен. Қысқаша түсіндіріп кетсеңіз аға, мынау қандай қошқар? Мынау депутаттың баласы. Неше жасар бұл? Сарыағаштан алдық. Қуаныш Мықтыбаев ағамыздан. Осын хадияқ берген. Бұның қасында Бенджамин деген қошқар бар. Оны Шымкент жақтан алдық, ол да депутаттың баласы. Одан кейін Бастау деген қошқарымыз бар, мықты. Екеуі мынадан мықты негіз. Олар тауда жүр қазір жайылып. Мынау енді аналықтардың қасында жүр. Мен өзімізде Соқыраптан аналықтан алдым. Боғазын туайын деп тұрған. Сосын Чуский Расул інімізден алдым. Аналықтардан. Сосын Қырғызстаннан алып келдім 6 басын. Енді басы $1000 басталды. Аяғы жағы $8000 аналықпен бітті ғой. Машалла. Енді бұл мынау тоқтымыз қандай Мұрат аға? Бұл тоқтымыз Зинула ағамыздан да 3 басын алғанбыз. Тоқтылардан ба? 3 аналығын алдық. $1000-дан $2000-ға. Одан кейін қалған аналықтарын жан-жақтан алдық қой. Енді мынау керемет тоқты екен Мұрат аға. Шыңыз жақында алып жібересің ба? Нақтысын көрсетіп жіберейік көрермендерге. Түсінікті болу үшін тоқты болып рас екенін көрсетейік бір. Әлі қозы түспен тұр. Қарасаңыздар, міне костяк керемет тоқты екен. Бұдан бір 15 басын алдық, жақсы аналықтар. Осыдан 15 бас алдыңыз ба? Иә. Енді бұл орташасы ғой бұл тоқты. Иә. И және міне қозылар бар. Жаңа Расулдан алған қойдан түскендер ғой. Расулдан алған самұрықтың балалары. Мынау қошқар екен. Арысы аналығы ғой. Енді бұны алған себебіміз самұрықтың баласын Темірхан ағамыз бен Бақош ағамыз бір ретте көріп өздері барып алды. 10 айлығын $15000 қалды ғой. Бұйрықты көріп соған қызығып алдыңыз ғой. Иә, сол бұйрықты қызығып алды. Сосын мен 15 аналығын боғазын алдым да. Ішінен сол бұйрық сияқты хотя бір 2-3 шығар, может 5-6 шығар дедім да. Сонымен ниет қылып ала салдым, бірақ жақсы берді міне. Құлақтарына тұмсық гармонасы. Керемет екен. Аяғым жоғандығына қараңыздар. Міне бірінші. Енді қошқардың жоғандығы ғой бірінші. Екіншіден міне құлағының орналасуы, ұзын құлақ, гарбан осый, басы ақшыл. Құйрығына қарасаңыздар, керемет екен құйрығы. Мұрат аға, берекесін берсін. Жақсы қозылар түсіпті. Енді Алла қаласа бұлар сатылымда бар ма қозыларыңыз? Бұлар енді мен қазір өзімнің достарыма қора бастағандарға подарок ретінде деп бастадым. Бір бесеуін ертең күзде подаркіге беремін да, сыйлыққа қалғандарын енді ыңғай келіп жатса сатамыз ғой. Қызыққан адамдарға жекеге шығып хабарласса болады, иә? Аса мынау еркектерін сатасыз, ұрғашын селекция алып қалса, Құдай қаласа, иә. Дұрыс, берекесін берсін. Қазір ұрғашын көрсетіп жіберейік. Міне ұрғашы да енді керемет екен. Где-то бір айлық, бір айдан асқан қозылар ғой енді. Костяғы бөлік береді екен мына самұрық деген. Құлағының орналасуына қараңыздар, гарбан осый. Міне көкірегіне қараңыздар. Анау мынау қозы қошқарда жоқ, көкірек қой бұл ше. Мықты. Мына жақтың өзі жайылымда қазір жерді қарасаңшы, жерде ыза болып тұр да қазір. Таудың, бұлақтың сулары келіп жатады. Мына атызға тастайды. Бұл жақтың шөбін жеп біткеннен кейін мына жаққа тастайды. Алдында шамалы ауысылы болды, 1-2 аурулар болып, шамалы малдардан да келер болды. Қозылары болсын, аналығы болсын шамалы өлгендер болды. Сонымен дәрілерін, уколдарын, вакциналарын жаймен деп салып жатыр. Бізде малды қатты түсіне бермейміз ғой түрлікті. Кішкентай кезде, бала кезде үйде сиыр болды, мал болды майда. Қазір енді бала шағада өзіміз келеді, қарайды. Ертең мына жақтан да қора қопсық сөйлесіп реттеп жатыр, Құдай қаласа. Малды көбейтеміз деп жатыр ниет. Енді мен өзіме лично қызықта Мұрат аға. Енді андай басқа салада жүріп, асыл тұқымды қойға қалай қызығып еттіңіз, соны қысқаша түсіндіріп кетсеңіз, көрермендер қызық сияқты ол. Анау Алашбайтта кім Алмас деген інішек келген қонақ болды. Арыстың жігіті, жас жігіт, депутат. Өзі сол малдың дамуына біраз үлес қосып жүрген азамат екен. Сол шақырады да бір күн қонақ болып барам. Бір
қошқар подарок етеді қисары. Монстрдың баласы 10 000 долларға сатылған. Болсын сізге хадия болсын деп. Сонымен оған мән бермей жүрем. Сонымен бір 2 айдан кейін алып кеттім одан. Сонымен үйде қарап, шамал бағып жүрек. Сонымен аяқта Түркістанда Өмірзақ деген ағамыз бар. Малмен қоймен айналысатын. Енді баяғыдан бағып келе жатқан кісілер олар. Сонымен мына депутаттың баласын алдым мен. 1 миллион доллар тұрады депутат қазір дейді. 500 долларға сатылмаған дейді. Сосын енді қой саласында жүргеннен кейін мына кісі что-то қатты мән бермедім да 1 миллион доллар тұрады дегенге енді ат болса мақұл да 100 000 доллар жаңағы тұмардың балдары 10 миллион 15 миллион деген сияқты. Спартактың жаңағы Байтөренің балдары сатылып жатыр мысалы пәленбай миллионға да енді қой әшейін қошқар ондай болмайтын шығар деп. Сонымен жаңағы Инстаграм бар, желі TikTok деген бар. Звондап хабарласып жан-жақтан былай сұрастырсам, действительно сондай сумма тұрады екен. Сонымен жаңағы ағамызға барып Арман Оспанов екеуміз сатып алайық дедім мен, қанша тұрады шамалы. Сонымен барып ек хадияға беріп жіберді ғой. Иә, көрдік. Енді көбісі Мұрат аға асыл тұқымды қойға өтіп жатыр да, біреулер айтады пирамида дейді, біреулер өтірік обманка дейді да. Енді өзіңіз бір қысқаша өзіңіздің енді көріп жатсыз ғой енді. Иә. Қойлар алып жатсыз, қошқар алып жатсыз, пайдасын көріп жатсыз, Аллаға шүкір ше. Бір өтірік па, шын ба, қысқаша бір түсіндіріп кетіңізші. Мен бір ретте үйде босалып жатқан кезде бір қойды туып жатқан кезде салдым историяға да. Соны бір інішек көрді да, аға сатасыз ба, мен алайыншы деп едім деді. Неге сатылған емес, просто туып жатқанын салып едім дедім мен. Иә. Сосын шын алатын болып жатса кел дедім да, просто қатты не қылмай қой дедім да. Иә. Сонымен кеп көрді, жаңағы Стариктен, Пегастан, Кобрадан, соның немерелері деп ішіндегі алып келген боғаздарымыз, эталоннан қашқан деп сондай чемпиондардың боғаздарын алдым мен 8 доллардан 6 бас Қырғызстаннан. Содан бір ұрғашы, бір еркек, жаңағы бір ұрғашы, бір аталығы, бір аналығын алып келдім да. Сонымен сатып алатын болды, екеуін алатын болсаң 5 доллар болады дедім. Сонымен 2,5 долларға берсеңші деді. Сонымен екеуін алайын да, үшеуін алайын да деді. Сонымен алатын болсаң, онда біреуін ал дедім. 2,5 долларға. Сонымен бір еркегін алайын, бір аналығын алайыншы деді. Онда бір аналығы саған хадия болсын дедім, подаркіңге, сыйлық болсын. Екеуін ниет қылып ал деп сонымен беріп жібердім. Сауранның баласы алды. Інішек. Бастамасы сол кезде сатылды, одан кейін тағы да бір аналығын алды. Енді мыналарды көреміз бұйырса күзде. Мен негізі көбейтемін деген ниеттемін. Машалла, берекесін берсін. Қаласа. Енді бастағаныңызға енді 2025-те бастадыңыз ғой, иә? Иә. Енді примерно бірінші төліңіздің енді жай нәтижесін көріп жатсыз. Алла қаласа қозы айырғаннан кейін өз жай аналықтарын алып қалып, еркектерін енді жаңа біразын достарыңызға хадия қыламын деп отырса енді бастағандарға. Қалғандар енді қызыққан адамдар Мұрат ағаны хабарласып, жекесінен шығып қозыларды сұрасаңыздар енді өзі келісіп, жүйелі бағада келістіріп береді. Енді анау жендері бар, нағашылары бар, бауырларымыздың балалары бар. Соларға бір қошқардан беріп бір 5-6 ай 1 жыл баққызсақ, одан кейін соларға бір 5-еуден 10-аудан берсек, ары қарай өзін дамытыңдар десең, соның өзі үлес қой негізі. Құдай қаласа да. Солай дамытуымыз керек. Бізде қазір Қазақстанда мал шаруашылығымен айналысқан адам дәл қазір өзінің теңдігін алды деп ойлаймын. Қойда. Иә, дұрыс. Қазір 50 килограмм ет аласың 4.000 теңгеден 200 теңгеден. Біздің алып асыл тұқымдылар 200 килограммдығы бар, 150 килограммдығы бар, 100 килограммдығы бар. 100 килограмм қой болатын болса 400 теңге ақша да. Иә, дұрыс айтасыз. Соқса бір 400 бас, 500 бас ертең күзде жинасақ, соны көре жатармыз, Құдай қаласа. Енді жастарды дұрыс, жақсы жауапкершілік бағытқа тәрбиелеп жатыр екенсіз ғой. Берекесін берсін Мұрат аға. Иә, аумин. Сізден де енді мықты чемпион қошқарлар шыға берсін. Алла қаласа енді күзде тағы бір келіп сатылым кезінде сатып жатсаңыз, қозыларыңыз тағы бір келіп түсіріп кетеміз. Енді рахмет, рұқсат беріп түсіріп жатқаныңызға. Алла разы болсын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Аман жүріңіздер, жақсылықта жол ғой, Құдай қаласа. Еліміз малға, жанға толы болсын. Ел аман, жұрт тыныш. Осындай көгіміз көгеріп, малымыз төлдеп, осындай көк аспанның астында қуанышты болып жүре берейік қазақ ел, Құдай қаласа. Аман болыңыздар, жақсылықта жол ғой тек.